Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге майқамырдың жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын таразға қойып, өлшеп, тазалап, жуып, турап аламыз. Сонымен қатар бізге тәтті бұрышы керек. Менде балғын түрі болмағандықтан мұздатқыштан алынған түрін пайдаландым. Майдалап, төрт бұрышты етіп турап аламыз. Сонымен қатар каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Барлығын турап дайындап алған соң, ыдысымызға сұйық майымызды құйып, қызған соң үстіне пиязымызды саламыз. Жақсылап қуырамыз кішкене сарғайғанша. Сарғайған соң үстінен етімізді саламыз. Егер де сіздердің еттеріңіз бұдан көптеу болса жүдә жақсы. Менде енді ет аз болғандықтан аз ғана ет салдым. Үстінен сәбізімізді саламыз. 1-2 минут қуырып аламыз. Қуырып алған соң үстінен томатымызды саламыз. Егер бір ас қасық томат көп десеңіздер, жарты ас қасық томат салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 1-2 минут қуырған соң үстінен картошкамызды саламыз. Және тәтті бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне дәміне қарай қара бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып 5-6 минут қуырып аламыз. Қатты отта қуырып аласыздар. Қуырып алған соң үстінен суымызды құямыз. Осы кезде бір жапырақ лавр жапырағын саламыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Бетін жауып қоямыз. Қайнаған соң пәс отқа қойып, 1 сағатта подлиміміз дайын болады. Пәс отқа қайнатасыздар. Енді қамырын дайындаймыз. 200 грамм суға бөлме температурасындағы 3 шай қасық тұзымызды саламыз. 1 дана жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз ерігенше. Үстінен ұнымызды саламыз. Мен 350 граммдай ұн салдым. Әр ұн әр түрлі. Сол себепті көз мөлшермен салсаңыздар да болады. Қаттылау қамыр илейсіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, достарыңызға, туыстарыңызға осы видеоны жіберіп бөлісіп отырсаңыз. Дәл осындай жұмсақтықта болады. 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан соң қайтадан алып, июын қандырып, зуалалаймыз. Зуалалап болған соң тағы да 5 минутқа қойып қоямыз. Сонымен қатар менің каналымда Хамир Хасиптің рецебі бар. Өте дәмді ерекше тамақ. Тағы да басқаша майқамырдың рецебі бар. Неше түрлі ыстық тағамдар бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Және де қамырдың дұрыс жаю әдісі бар. Пирогтардың рецептері бар. Міндетті түрде каналыма кіріп көріңіздер. Бұдан да басқа ерекше рецептер бар. Печеньелердің рецептері бар. Қамырларыңыздың июі қанса, міндетті түрде қамырларыңыз суға салбағанда езілмейді. Осы кезде қамырдың әрбір қатпарына ұн салып кессеңіздер де болады. Менің қамырым қатты болғандықтан ұнды қажет етпеді. Егер қамырларыңыз жұмсақтау болып кетсе, міндетті түрде ортасына ұн сеуіңіздер. Сонда кескен кезде қамырларыңыз бір-біріне жабыспай, ажырап, әдемі болып шашырап шығады. Барлығын осылай турап аламыз. Барлығын осылай турап алдық. Енді подлимімізге 2 тіс сарымсағымызды салып, бетін жауып өшіріп қоямыз. Суымызға тұзымыз дәміне қарай тұзын салып, қамырымызды салып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Міндетті түрде қамыр салған кезде осылай қасықпен қозғаңыздар. Себебі қамыр салған кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін қозғауымыз керек. Қамырымыз қайнады. Піскенше
қайнатып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Жақсылап суын сорғытып сүзіп аламыз, себебі біздің подливімізде су бар. Егер подливтеріңіз қою болатын болса, міндетті түрде қамырларыңыз сулығып аласыздар. Егер сулығып алмайтын болсаңыздар, қамырларыңыз қою болып жегенге ыңғайсыз болады. Қамырымыз дайын болды. Істеп көріңіздер, ас болсын.